Бұл өмір өтіп жатыр сырғы бағып, сағыныш жүректерден жыр боп ағып, еске алып ата-ананың ғасыр жолын, бауырдың баяндаймыз асыл жолын. 40 жылдан асып кетті өткеніңе, жаратқан есіне кеткеніне, Алладан тілеу үшін шапағатын, жинадық тілекші жұрт жамағатын. Құрметті жамағат, ағайын, туыс бауырлар, құда жекжат ауылдастар, қамшының сабындай қайран тірлік, бір күні шарт сынары әмбеге аян, өмірдің өзі күшті болғанымен өтетіні өкінішті. Тумақ бар жерде өлмек те бар дейді шариғат сөзі. Бүгінгі беріліп отырған ас әулетіміздің Асқар-тау әкесі Мұстафа ұлы Байзақтың өмірден озғанына 40 жыл. Аяулы аналарымыз Машрипбек қызы Розаның дүниеден озғанына 17 жыл. Көпберген қызы Сапардың дүниеден өткеніне 65 жыл. Ал сүйікті бауырларымыз бен әулетіміздің орны толмас туысқандарымыз дүниеден өткендеріне біраз жыл толуына орай еске алып, әруақтарына арнайы Құран бағыштап, жаратқаннан жандарын жаннаттық етуін сұрап, сағынышымызды осы бейне түсірілім арқылы жеткізгіміз келіп отыр. Бұл дүние таусылса, шын дүние көтеді. Адамға бақ берер тек қана Алла екен. Өмірдің қызығы біреуге арман екен. Келе жатқан көшеден аңғарамын ақ жаулықты, ақ жарқын кейуананың. Менің анам жанымда болса егер жүруші еді, дәл осындай деп қаламын. Онан көрем бір кісіні таяғымен, ақырындап басып жүрген аяғымен. Көз алдымда әкешімді елестетем, демеп жүрген кездерді баяғымен. Суреттерге қарасам тірі жандай, күлімдеген жүздері тіл қатқандай. Жанарыма жас үйірілген кездерімде маңдайымнан иіскеп жұбатқандай. Тар құрсақтан тараған бауырларым аман жүрер деп ойладым мен әрдайым. Жарық күнде аспаннан найзағай боп дүр сілкінді жан дүнием, көзден ғайып. Бәрі Алланың қолында. Жиендерім, сен кеткен соң үйде үн жоқ, қабырғада елестерің ғана үнсіз. Күлкің еді кештерді жылытатын, енді сол күндер естелік боп тұр үнсіз. Аллахым, сен кеңшілік иесісің, жиендерді нұрыңа бөлегейсің. Сабыр бер, ұмыттырма ешкімді, рухтарын рахымыңа алғайсың. Алты қанат ақ орданың құлатпаңдар. Қанатымыз қатайып ұштық самғап, бір әулеттің ошағын жағып жалғап, ақылайтып көш бастап келе жатып, мәңгілікке ұйықтадың бізді тастап. Сағынып жүрміз сіздерді, сарала салқын күзгелді, сарғайған сары сабырым. Осылайша іздеймін, елеңдеймін, беріліп ой арманға тереңдеймін. Өмірімнің қазынасы болған жандар әрдайым желеп жебеп жүрер деймін. Сағындым әкешімді, жан анамды, таппаспын өздеріңде ешбір жанды. Ренжітсем, ақтамасам үміттерді, кешіргейсің атана өз балаңды. Сағынумен өтеді екен әр апта, айлар, жылдар өтсіндағы бірақта. Дұға арнап әркез біздер жүреміз, жайларыңыз болсын мәңгі жұмақта. Сағынып жүрміз сіздерді.